Бір күні 6 жасар қатты ерке бала қолына қайшы алып, жаңа сатып алынған диванды кесе бастайды. Әкесі үйге келгенде дивандардың тілінгенін көріп, ашуға булығады. Бала әлі де қолындағы қайшымен кесіп отыр екен. Әкесі ашуын ұстай алмай, баласын жазалау үшін қолдарын орындыққа байлап қояды да, таң атқанша босатпайды. Таңертең қараса, баланың қолдары көгеріп кеткен екен. Оны тез арада ауруханаға апарады. Бірақ тым кеш болады. Баланың қолдарына қан бармай, гангрена болып кетеді. Дәрігерлер оны кесуге мәжбүр болады. Бір күні әкесі жұмыстан келгенде, баласы оған бейкүнә көздерімен қарап, «Әкешім, қарашы, бүгін мен ешқандай жамандық істемедім. Енді қолдарымды қайтарасың ба?» дейді. Сол сәтте әкесінің жүрегі қанжылайды. Ар-ұяты мен өкінішіне шыдай алмай, ақырында өзіне жамандық жасайды. Қорытынды: ашу ең қауіпті дұшпан. Егер оны басқара алмасаң, ол ең сүйікті адамдарыңа зиян келтіреді. Бір сәттік ашу өмір бойы өкінуге себеп болуы мүмкін. Баланың еркелігі жазамен емес, сабырмен және сүйіспеншілікпен тәрбиеленуі керек. Себебі зорлық тәрбиелемейді, тек жара қалдырады. Нағыз күш ашуға берілмей, мейірім таныта білуде.